Балана жеңше күшті анекдот айтады екен ғой. Өткенде таразда құдалықты елдің шексілесін қатырды. Айтып берсеңші бағланады күрсінді. Қайсы? Анау ше екі ағайынды болыпты дегенше. Қайсы? Екі ағайынды болған, біреусіне қарызға 50 мың теңге бере тұршы дегенше. Соны айтып берсеңші. Сосын? Қайсы? Сосын анау бір айдан кейін қайтарамын мен саған анау мынау дегенде сөйтіп қайтармай 2-3 айға созғанда, сосын анау ашуланып кетіп ұрысқан ғой. 50 мың теңге не істедің? 40 мың ет, 30 мың қылдық, 30 мың ет, 20 мың қылдық. Ятым жоқ екен деп жатса анау. Айқайлай бермей, жайлап құтылып келеді. Соны айтып берсеңші. Бір әйел не болған еді? Екі ағайынды болған ғой. Суақты жарық күн. Мынау күшті екен, мынау да күшті екен. Нема Жанар ханым, біз анау қызымызды ұзатайын деп жатыр едік қой. Бірақ андай, қалай айтсам болады, біздің папамыз андай да. Ой құдай, андай деп ғой, андай емес. Анандай онша ғой, бірақ анандай. В общем, геодезист ешкімге айтпаңызшы, оның не қатысы бар? Не қатысы бар дейсіз? Сіз деген хан қыз деп жазып қойған жоқсыз ба? Біздің папамыз хан емес қой. Жұлдызай, әр қазақтың қызы хан қызындай болуға лайықты. Әр қазақтың азаматы ханымыз емес пе? Бола ма сонда біз ала берсек? Әрине. Біз онда папамыз геодезист хан емес те жүр онда. Онда былай істейік. Мынаны алайын, мынаны алайын. Қазақ қызы намысым сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалақ аналардың көзіндей.